Бүгінгі өтетін бізде көп мүшелер. Көп мүше бізде бір мүшелерден тұрады. Бір мүше дегеніміз ол қандай да бір әріп пен сандарды көбейту амалымен байланыстырып тұрған өрнек. Мысалы 2а b куб. Мынау бір мүше. Қарасаңыздар, мына жердегі әрбір параметрдің арасы көбейту амалымен байланысып тұр. Тағы да бір мүше бізде жай ғана тұрақты саннан да болуы мүмкін. Мысалы 8 деген сан. Енді қараңыздар, осы бір мүшелерді қосу немесе азайту амалымен байланыстырса, арасына яғни қосу және азайту амалдарын қойып біріктірсе, онда пайда болған өрнек ол сізде көп мүше деп аталады. Бір мүшелердің қосындысы көп мүше деп аталады. Мысалы, бізде ең белгілі көп мүше ол мысалы мынандай. Мынау бізде көп мүше деп аталады. Көп мүшеде әріптеріне байланысты неше айнымалы көп мүше екені айтылады. Мысалы, біздің жағдайда мынау бізде бір айнымалысы бар көп мүше. Егер бізде былай болса, мына көп мүшеміз бізде 3 айнымалыдан тұратын көп мүше. Мына жердегі айнымалыларымыз ол бізде x, y және a. Бірінші көп мүшенің айнымалысы ол бізде тек біреу x қана. Көп мүшенің стандарт түрі. Алдымен көп мүшенің стандарт түрі туралы айтпастан бұрын бізге ыңғайлы стандарт емес түрін көрсету. Сонда сіздер түсінесіздер стандартты түрі қандай болу керектігін. Мысалы, бізде стандарт емес түрі мынандай. Қалай ойлайсыздар, неге бұл көп мүшенің стандарт түрі болмайды деп ойлайсыздар? Жай интуитивті түрде. Негізгі себебі ол, қараңыздар, мына жерде егер көбейтуге мүмкін бар нәрселер бар болса, оны көбейтіп жүру керек, және ұқсас қосылғыштар бар болса, оларды біріктіріп жүру керек. Дәл біздің жағдайда қараңыздар, мына x пен x квадрат y азайту 8y. Қарасаңыздар, сонда бізде мынау стандарт түрі. Сонда бізде стандарт түр дегеніміз, егер көп мүшемізде ұқсас қосылғыштар жоқ болса, және де мынандай көбейту амалдары орындалып тұрса, осылай жинақы тұрса деген сөз, айтқанда жинақы тұру керек. Енді келесі бізде көп мүшенің дәрежесі. Көп мүшенің дәрежесін түсіну үшін біз мынандай бір қарапайым мысал қарастырайық. Қараңыздар, көп мүшенің дәрежесі деп, ол сіздер әрбір бір мүшенің айнымалылардың дәрежелерінің қосындысының ең үлкенін аласыз. Қараңыздар, мына жерде бізде x-тің дәрежесі 1-ге тең. Мына жерде y-тің дәрежесі 3-ге тең. Екеуін қосасыздар. 1 қосу 3 бізде болады 4. Сонда бізде мына бір мүшенің дәрежесі 4-ге тең екен. Келесі, мына жерде бізде 3 айнымалы тұр. Мына жерде 5-ші дәреже, мына жерде 1-ші дәреже тұр, ал мына жерде 3-ші дәреже тұр. Енді осы үшеуін қосқан кезде бізде болады 9. Сонда мына жердегі бізде бір мүшенің дәрежесі, мына бір мүшенің дәрежесі 9-ға тең екен. Ал мына жердегі бір мүшенің дәрежесі бізде ол жалғыз тұр, өзінің дәрежесін ала салсақ, ол бізде 1. Мына жерде қараңыздар, 5-тің дәрежесін алмаймыз. Аламыз тек айнымалылардың дәрежесін. Айнымалы бізде мында тек y-тің дәрежесі 1-ге тең, сондықтан бізде мына бір мүшенің дәрежесі 1. Енді қарайсыздар, осы жердегі ең үлкен дәрежені тауып аласыздар. Ең үлкен дәреже ол бізде, міне қарасаңыздар, 9. Сонда сіздер айтасыздар, мына көп мүшенің дәрежесі 9-ға тең. Келесі мысал қарастырайық. Ол бізде болса, мысалы мынандай. Мына жерде бізде 1 тұр, мына жерде де 1 тұр. Екеуін қосасыздар, сонда бізде мына бір мүшенің дәрежесі 2-ге тең. Ал мына бір мүшенің дәрежесі ол да 2-ге тең. Ал мына жерде бізде айнымалы жоқ ешқандай, сондықтан бұның дәрежесі 0-ге тең. Сосын қарайсыздар, ең үлкен сан. Ең үлкен санымыз мына жердегі ол бізде 2 мен 2. Сонда бізде бұл көп мүшенің дәрежесі 2-ге тең екен. Симметриялық көп мүше. Симметриялық көп мүшеде біз айтамыз мынандай көп мүшені. Егер айнымалылардың орындарын ауыстырса, көп мүшеміздің түрі сақталса, онда ол симметриялық көп мүше болады. Мысалы, ол бізде мынандай көп мүше.
Мына бізде көпмүше симметриялық көпмүше екенін көрсетейік. Ол үшін қараңыздар, біз мынандай ауыстыру енгіземіз. X-тің орнына Y-ті жазамыз, ал Y-тің орнына X-ті жазамыз. Сосын тексереміз, бізде көпмүше өзгерді ме? Сонда қараңыздар, мына X-тің орнына Y-ті жазамын мен, ал мына Y-тің орнына X-ті жазамын. Қосу. Мына X-тің орнына Y-ті жазамын. Қосу. Мына Y-тің орнына X-ті жазамын. Енді қараңыздар. Сіздер 3-ші сыныпта білесіздер, көбейткіштерінің орнын ауыстырғанымен көбейтінің мәні өзгермейді. Яғни мынаны қайтадан біз X көбейтілген Y деп жазуға болады. Ал мына жерде қараңыздар. Y қосылған X қосылғыштарының орнын ауыстырғанымен қосындының мәні өзгермейді. Сонда бізде мына жерде X қосылған Y деп жазуға болады. Мына көпмүшеміз бізде мына көпмүшемен бірдей, яғни тең. Өзгерген жоқ. Сонда қараңыздар, біз X-тің орнына Y-ті жазып, ал Y-тің орнына X-ті жазсақ, біздің көпмүшеміз өзгермейді екен. Яғни көпмүшеміз симметриялы. Енді көрсетейік, қандай жағдайда симметриялы болмайды. Мысалы, бізде мынандай көпмүше. Бұл көпмүше бізде симметриялы көпмүше болмайтынын көрсетейік. Ол үшін біз X-тің орнына сонда Y-ті жазамыз. Y квадрат азайтылған, ал мынаның орнына X-ті жазамыз. X куб. Мына көпмүшеміз бізде мүлдем мына көпмүшеге ұқсамайды. Яғни тең бола алмайды. Егер де сіздер орнын ауыстырып көрсеңіздер де, егер X кубты бірінші жазып, X куб бізде былай болады онда. Ал Y квадрат екінші жазсаңыздар, мұнда бізде бәрібірде мына көпмүшеміз мына көпмүшеге мүлдем ұқсап тұрған жоқ. Сонда сіздерге айтуға болады, бұл жерде бізде көпмүшеміз симметриялы емес екен. Біртекті көпмүше. Егер де әрбір бірмүшелердің дәрежелерінің көрсеткіштерінің қосындысы мәні бірдей болса, яғни әрбір бірмүшенің дәрежелері бірдей болса. Мысалы, мына жердегі мына бірмүшенің дәрежесі 2-ге тең, мына бірмүшенің дәрежесі 2-ге тең, ал мына бірмүшенің дәрежесі ол да 2-ге тең. Қарасаңыздар, бізде барлық бірмүшелердің дәрежелері бірдей. Яғни 2 тең 2, ол тең 2-ге. Онда мынандай көпмүшелердің түрі бізде біртекті деп аталады. Ал егер ең кемінде бір жерде бізде өзгешелік болса, мысалы, егер мынандай көпмүше болса, бұл бізде біртекті көпмүше болмайды. Өйткені мына жердегі бізде дәреже 4-ке тең, мына жердегі дәреже 4-ке тең, мына жердегі дәреже 1, ал мына жердегі дәреже 0. Сонда қарасаңыздар, бізде барлығы бірдей емес. Бұнда мындай көпмүше бізде біртекті болмайды. Сонда мынау бізде біртекті, а мынау бізде біртекті емес. Бірінші мысал, кітаптағы 31-ші есептің бірінші есебі. Мынандай өрнекті көпмүшенің стандарт түрінде жазыңыздар. Шешу. Стандарт түрінде жазу үшін мына жерде жақшаларды ашу керек. Жақшаны ашайық. Сонда қараңыздар, бізде x минус y көбейтілген x плюс y қысқаша көбейту формуласы тұр. Сонда ол бізде болады x квадрат азайтылған 1-дің квадраты. 1-дің квадраты ол бізде 1-ге тең. Сонда бізде мына екі жақшаны ашып қойдық. Енді қалды көбейту мынаған x минус 3-ке көбейтеміз. Бұл жерде бізде ешқандай қысқаша көбейту формуласы жоқ, сондықтан біз бұл бізде көпмүше. Көпмүше бізде стандарт түрде жазылған ба екенін тексерейік. Бұл үшін сіздер қарайсыздар, ұқсас қосылғыштар бар ма? Ұқсас қосылғыштар бізде қарасаңыздар жоқ. Барлығының дәрежелері әртүрлі. Мына жерде бізде x куб, мына жерде x квадрат, мына жерде x, ал мына жерде мүлдем айнымалы жоқ. Демек біздің көпмүшеміз стандарт түрде жазылып тұр. Сонда жауабы бізде осы болады. Есеп аяқталды. Келесі мысалда қараңдар. Бізде мынандай көпмүше берілген, үлкен көпмүше берілген. Осы көпмүшені стандарт түрде жазу керек.
сосын мына сұрақтарға жауап беру керек. Бірінші бұны стандарт түрде жазу үшін қараңыздар. Мына жақшаны ашайық, ал қалғанын көшіріп жазамыз. X квадрат бізде минусымен тұр. Ол бізде мында көбейтілген кезде минус болады. X квадрат көбейтілген x без y-қа. Одан кейін мына минус x квадратты мынаған көбейтеміз. Плюс болады. X квадратты көбейтеміз. X квадрат y төртінші дәрежеде. Бұл бізде көп мүше пайда болды. Бірақ та бұл көп мүшеміз стандарт түрде жазылмай тұр. Соны орындайық. Сонда бізде x жетінші дәрежеде көбейтілген y қосылған x 4 дәрежесі, y-дің 4 дәрежесі. Жақсы. Бұл бізде әлі стандарт түрде көп мүше емес, тағы да бір заттар бізде бөгет жасап тұр. Бізде ұқсас қосылғыштар бар, қараңыздар. X 4-ші дәреже, y 4-ші дәреже міне мынау, және y 4-ші дәреже, x 4-ші дәреже мынау. Мына жерде плюсмен тұр, мына жерде минусмен тұр. Демек, екеуі жойылып кетеді. Басқа бізде ұқсас қосылғыштар басқа жоқ қой деймін. Жақсы, енді көшіріп жазайық қайттан. Ол үшін біз ең үлкеннен бастап жазайық. Негізінде бәрі бір. Енді сұрақтарға жауап берейік. Көп мүшенің дәрежесі 7-ге тең. Келісесіздер ме? Дұрыс. Көп мүшенің дәрежесі 9-ға тең. Так, сонда бізде мынау дұрыс емес. Көп мүше 9-шы дәрежелі симметриялық көп мүше болады. Келісесіздер ме? Біріншіден, 9-шы дәреже ол бізде рас, ал симметриялық болатыны ол болмайды. Қараңыздар, симметриялық болмайды. Өйткені мына жерде қарасаңыздар, x пен y-дің орындарын ауыстырғанда дәл осындай көп мүшені алуға келмейді. Яғни екіншісі бізде дұрыс емес. Көп мүшенің ұқсас мүшелері болмайды дейді. Ұқсас мүшелері қарасаңыздар бізде жоқ мына жерде. Ұқсас мүшелері жоқ. Ұқсас мүшелер деп, сіздер егер естеріңізде болса, ұқсас мүшелер деп мынаны айтады. Ұқсас мүшелер мына екеуі қараңыздар. Мына екеуі ұқсас мүше деп айтады. Мына жерде x квадрат y куб, x квадрат y куб. Егер айнымалылары дәрежелерімен бірдей болса, онда мұндай бір мүшелерді ұқсас деп айтады. А ондай бізде жоқ. Келесі. Көп мүшенің дәрежесі 9-ға тең. Иә, дұрыс. Бізде сонда тек бір ғана сөйлем ақиқат екен.